Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен цомян немесе қуырылған лағман жасайтын боламыз. Өте дәмді және тойымды болып шығады. Сіз бұл тағамды дәмханалардан жегенше үй жағдайында жасап, жанұяңызды қуантыңыздар. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз қамырымызды дайындап алатын боламыз. Бір жұмыртқа және де су, ұн мен тұз барлығын жақсылап араластырып, қатты етіп қамыр жасаймыз. Сосын барып 20 минутқа қалдырып, артынша осылай бөліктерге бөліп, видеода көрсетілгендей етіп, барлығын қолдың көмегімен лағмандарымызды созатын боламыз. Осылай ыдысымызға домалақ етіп орайтын боламыз. Біз формамызға осылай орайтыннан алдын ыдысымызды сұйық маймен майлап алатын боламыз. Майды міндетті түрде көбірек жағыңыздар, сонда сіздердің лағмандарыңыздың қамыры жабыспай жақсы шығатын болады. Осылай барлық жерін орап болғаннан соң да осылай бетін де майлап отырамыз. Осылай лағмандарымызды барлығын созып шыққаннан соң 15-20 минутқа қалдыратын боламыз. Келесі бізде сиыр етін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Сосын барып еттеріңізді жұқа етіп турап аламыз. Сонда ғана біздің цомянымыз өте дәмді және де керемет болып шығады. Артынша осылай үкіштен бір чесногымызды өткіземіз және де соевый соусымызды да қосып 15-20 минутқа қалдыратын боламыз. Келесі бізде осындай болгар тәтті бұрыштарында өздеріңіз кез келген формаға кесіп дайындап аламыз. Артынша помидор, чеснок, осылай барлығын майдалап турап аласыздар өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Артынша сельдерейді де осылай барлығын өздеріңіз формаға келтіріп, барлығын дайындап, алдын ала дайындап қоятын боламыз. Артынша менде осындай кәдімгі капустаны қостым. Сіздер осындай пекинский капустаны да қоссаңыздар болады өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Барлығын кубик ретінде жегенге және де қуырғанға ыңғайлы етіп дайындап аламыз. Артынша біздегі болған етімізді дайындап, қызып тұрған майымызға салып қуырып алатын боламыз. Келесі біз басқа ыдысымызға помидор, болгар бұрышын және де капуста, сельдерей, чеснок барлығын кезекпен салып қуырып алатын боламыз. Және де барлығын қуырып болғаннан соң 15-20 минутқа демдеп қалдыратын боламыз. Келесі біз қайнап тұрған ыстық суымызға осылай лағмандарымызды созып пісіріп алатын боламыз. Лағмандарымыз бізде өте жұмсақ және де созылғыш болып келеді. Сол себепті біз тестамен жұмыс жасаған кезде тез және де жылдам жасауымыз қажет. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп, лағманымызды осылай созып алатын боламыз. Қайнап тұрған суымызға салып, артынша салқын суымызға салып алатын боламыз. Осылай барлығын лағмандарымызды пісіріп аламыз. Осылай бөліп пісірсеңіздер болады. 15-20 минут өткеннен соң осылай артынша қуырылған етімізді қосып, барлығын бірге араластыратын боламыз. Барлығын араластырып болып, артынша дәміне қарай тұзымызды қосамыз. Болған біздің лағманның қамырларын осылай бөліктерге бөліп, пышақпен кесіп аламыз. Кесіп алған лағман қамырларын осылай барлығын қазанымызға салып араластыратын боламыз. Араластырып болып, аз ғана су қосып, бетін жауып, 20 минутқа қалдырамыз. 20 минут өткеннен соң біздің осылай лағманымыз дайын болады. Енді лағманымызды ыдысымызға салып ұсынсақ болады. Міне біздің лағманымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, тойымды болып шығады. Және де біздің лағманның қамыры жұп-жұмсақ болып, әдемі болып шығады. Достар, егер де сіздерге видео пайдалы болса және де сіздерге видео рецепт ұнаса, лайк басып пікір қалдыра кетіңіздер. Және астында тұрған поделиться етіп, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Астында тұрған подписаться кнопкасын басып, тіркеле кетіңіздер. Ас болсын!